Медреседе оқыған қыздар, ұлдар, медресені оқып біткен, медресенің ішінде тек қана діни арабтың тарихы ғана оқытылады, айтылады. Мұхаммед пайғамбар, оның әйелдері, оның бала шағалары, біздің қазақтың түк несі жоқ, тарихы жоқ оның ішінде, медреседе. Ол бір ма? Өйткені оның барлығы, мысалы, бір ай емес, 2 ай емес, жылдар бойы айтылғандықтан адамның миына сіңіп қалады сол басқа елдің тарихы. Ол бір біздің Қазақстанға қауіп. Шынымен де. Одан кейін қазақылығымыз жоғалтып аламыз, иә? Араб құл болып бара жатырмыз. Мен түріктердің медресесінде болдым, ол жерде абла, аби, ходжа, ұстаздың өзін ходжа деп айтты дейді. Ұстаз деген сөз түрікше. Тағы бір көп түрікше тілдер болды. Соны қыздар авторитет қылып айтып жүреді. Мен қыздарға айтатынмын, айналайын, біз қазақпыз ғой, не үшін мен ходжа деп айтпаймын дедім, мен ұстаз деп айтамын, қазақша айтамын. Басқа да тілдер, аби, абла дегенде, бұның барлығы негізі жұқпалы, жұғат. Ол мысалы сол жерде 30 қыз болса, 30 қыз ертең отбасын құрады, олардың балалары болады, олардың балалары. Сонда бірінен бірі жұқпалы, бұл ауру сияқты болады. Бұл қоғамға зиян біздің Қазақстанның. Одан кейін біздің қазақтың мерекелері тойланбайды. Ол да дұрыс емес қой. Біз Қазақстанда тұрып, қазақ елінде жүргізіп жатыр, біздің өзіміздің мерекеміз тойланбайды медреселерде.